Ерте заманда ел билеген бір патшаның баласы тілдің адамға тигізетін зияны туралы ауыл ақсақалдарынан көп естіпті. 10 күнәнің 9-ы тілден, аз сөйлегенің ақылы толысады деген халық даналығын көңіліне түйген соң сөйлеуді азайтыпты. Өз-өзімен тұйықталып, мүлдем сөйлеуден қалыпты. Патша баламның тілі тартылып қалды ма, мылқау болып қалды ма деп уайымдай бастайды. Бір күні баламның көңілін сейілтейін деп аңға алып шығады. Орманға таң атпай шығып, кешке дейін жүреді. Ештеңе жолықпайды. Кешкісін шаршап, патша нөкерлері мен баласын алып қайтып бара жатқан кезде орманның ішінен сайраған құстың даусы естіледі. Патша құсты атып алады. Сонда бала: "Мына құсқа да сөйлеу пайда бермейді-ау. Құс үндемей отырғанда оны ешкім көрмес еді, атып алмас еді" деп айтып қалады. Баланың даусын естіген патша: "Сені сөйлеуден қалды ма деп уайымдап жүрсем, сөйлейді екенсің ғой. Осы күнге дейін бізді ақымақ санап, алдап келгенің бе?" деп бетінен шапалақпен тартып жібереді. "Мен де сөйлемегенде таяқ жемес едім" деп ой түйеді бала. Бұл оқиғадан айтқым келгені, тіл қылыш секілді. Дұрыс, орнымен пайдалана білсең, жауыңды да жоясың. Дұрыс пайдалана білмесең, ол өзіңді жояды. Тіл үнемі пайда бере бермейді. Дайындық тек сахнаға шықпас бұрын емес, әр сөзді айтар алдын қажет. Қандай ортада сөйлесеңіз де, ойыңызды жүйелеп, сөзіңізді саралап, бірнеше рет таразылап барып айту ғана пайда келсе керек.